Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есім Ләззат. Достар, бүгін біз шайға тіске басар тәтті дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасалуы өте оңай тәттінің рецептісін ұсынамын. Сондай-ақ достар, мені арнамда көптеген қолжетімді мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да тексерілген. Сондықтан да менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписация батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына сілтемесін қалдыратын боламын. Ең бірінші маған сироп қажет болады. Ол үшін ыдысымызға су құйып, оған қант салып жақсылап араластырамыз. Одан соң лимонның 2 тілімін қосып, бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң лимонды алып тастап, сиропымызды бір ыдысқа құйып аламыз. Қазанымызға су құйып, енді тестісін дайындайтын боламыз. Қант салып қайнатамыз. Достар, видеоның рецептісін описание бөліміне қалдыратын боламын. Суымыз қайнағаннан кейін сұйық майды қосып, араластырып жібереміз. Одан соң ұн қосамыз. Ванилийні 1 пакет деген қосамыз, крахмал қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде біз қайта-қайта үздіксіз араластыруымыз керек. Біздің қамырымыз теп-тегіс болатындай етіп, жақсылап араластырыңыздар. Және де қоюланып, қамырымыз теп-тегіс болғаннан кейін, яғни қазанға жабыспайтын күйде болғаннан кейін, біз қамырымызды алатын боламыз. Достар, поделиться батырмасын төмендегі басу арқылы менің видеомды достарыңызбен немесе құрбыларыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Мінекей біздің қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай бір келкі бола бастады. Және де достар, комментарий жазу арқылы сіздерде өздеріңіздің рецепттеріңізбен менімен бөліссеңіздер болады. Мен де сіздердің рецепттеріңізбен жасап көремін. Қамырымызды түсіріп аламыз да, тағы да қолдың көмегімен қайта-қайта илейтін боламыз. Достар, менің каналымда көптеген қолжетімді қарапайым рецепттер бар. Барлығы да тексерілген, бір жасағаннан ақ шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басатын болсаңыздар, мені арнамдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Дәл осындай насатканың көмегімен оған қалташаны кигізіп, қамырымызды салып, одан соң осылайша дәл осы видеодағыдай етіп жасайсыздар. Қайшының көмегімен қиып алатын боламыз. Және де қазір мен екінші әдісін көрсететін боламын. Егер сіздерде басқаша өрнек түсетіндей насатка болатын болса, онда тіптен жақсы. Ол кезде сіздердің өрнектеріңіз анық болып түсетін болады. Дәл осылайша барлығын жасап алатын боламыз. Міне екінші әдіс тек қана насатканың көмегімен, қалташаның ешқандай да қажеті жоқ. Және де осы өте тез болады екен. Осы әдіспен ақ жасап көрсеңіздер болады. Қазанымызға май құйып қыздырамыз. Одан соң қызарғанша қуырып алатын боламыз.
Достар, мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Сондықтан да лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қызарғаннан кейін осылайша бір текті етіп салып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің тәттілеріміз дайын болды. Енді оны манағы дайындап алған сиропқа салып алатын боламыз. Барлығын салып, араластырып жібереміз. Одан соң тәрелкемізге қайтадан саламыз. Мінекей достар, біздің тәттілеріміз дайын болды. Шайға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Мен сіздерді каналымда күтетін боламын. Дәл осындай тәттіні сіздерде дайындап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.